Салем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің атыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен манты жасаймыз. Көбісі біледі, бірақ та менің бір рецептім болғаны артықшылық етпейтін шығар. Бірінші біз салқын суға тұз қосып аламыз. Араластырамыз. Нақты граммдарын айтпаймын. Әркім өз отбасының үлкендігіне, кішірегіне қарай. Енді ұнға бір жұмыртқа қосамыз. Енді үстінен су құйып отырып, қамыр илейміз. Қамыр не жұмсақ, не қатты болмау керек. Мінекей достар, қамыр илеп алдық. Енді біз оны иығанғанша қойып қоямыз. Әзірге фаршын істейміз. Достар, енді ішіне салатын салмасын дайындап алайық. Мен етті қолмен турадым. Ет тартқышпен турасақ, ол ботқа секілді қылып жүреді. Ешқандай қойдың майын қоспаймын, таза ет. Мен етке енді картоп қосамын. Картоп кішкене ғана алдым. Енді пияз қосамын. Пиязын мол қылып алдым. Себебі сочный болып шығады. Енді дәмдеуіштерін қосайын. Мен салмасын аштырақ қылып жасаймын. Сол үшін қызыл бұрыш. Егер ашты қылғыларыңыз келмесе, қызыл бұрыш қосудың керегі жоқ. Енді тұз. Бұрыш. Енді паприка. Енді бәрін қолмен араластырамыз. Мен ұмытып кетіппін, сұйық май қосамыз. Себебі ешқандай да май қосылған жоқ. Араластырамыз. Мінекей достар, біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды жаюға кірісейік. Мен астына ұн сеуіп алдым, енді үстіне де ұн себеміз. Енді жаямыз. Біз қамырымызды жайып алдық, енді біз оны 4 бұрыштап кесеміз. Достар, енді қамырларымызды түйіп алайық. Бірінші қамырға салмамызды саламыз. Енді түйеміз. 4 бұрышын бір-бірімен біріктіреміз. Енді жан-жағын біріктіреміз. Осылайша барлық қамырға істеп шығамыз. Енді біз майланған мотоваркаға түйілген мантыларымызды салып шығамыз. Мінекей біз бәрін түйіп алдық. Енді біз оны қайнап тұрған суда 45 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, біздің мантымыз дайын. Иісі деген мұрынды жарып баратыр. Өте дәмді әрі сочный болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де менің не жасағанымды қалайсыздар, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.